Бүгін қайнау жөнінде айтамыз. Су бар ыдысты газ плитаға қойайық. Біраз уақыттан кейін бізде судың ішінде көпіршіктер пайда болады. Бұл көпіршік суда еріген ауа болып табылады. Көпіршіктің іші су буымен толады да, ол жоғары қарай көтеріледі. Көпіршікті жоғары көтеретін Архимед күші. Себебі көпіршіктің тығыздығы аз, ал судың тығыздығы көбірек. Көпіршікті ығыстырып сыртқа қарай шығарады. Судың бетіне шыққан көпіршік жарылады. Не себепті жарылады? Өйткені көпіршіктің ішіндегі қысым атмосфералық қысымнан әлдеқайда жоғары болады. Осы жарылып шыққан бу қайнау болып табылады. Қайнау температурасы тұрақты болады. Мысалы, суға мына қойған біздің су бар ыдыс, газды сөндірмесек, ал су қайнайтын болса, 100 градуста қайнайды. Егер біз газды айырмасақ, судың температурасы көтерілмей, 100 градуста тұра береді. Мына берілген су түгелімен буға айналып кеткенше температура өспейді. Яғни қайнау температурасы тұрақты болып табылады. Сұйықтардың қайнау температурасы оның қысымына байланысты. Яғни атмосфералық қысым бізде тұрақты болғанда оны біз кесте бойынша аламыз оқулықтың артынан. Ал атмосфералық қысым өзгеретін болса, яғни таудың басында әлде шахтада, таудың басында атмосфералық қысым азаяды, шахтада көбейеді, температурада қайнау температурасы не көбейеді, не азаяды. Қысым төмендеген сайын қайнау температурасы төмендейді. Мысалы, таудың басында су, мысалы 5 километр биіктікте 83 градуста қайнайды. Қысым көбейгенде қайнау температурасы көбейеді. Тағы қосатын жайт, яғни жаңа біз газды айттық, айырмасақ, температура қалыпты атмосфералық қысымда 100 градус болады деп су буға айналады. Ол 100 градуста су деген булана береді, газ айырмағанда ол тез буға айналады, яғни тез қайнап кетеді, буға айналып кетеді. Егер біз айырып тастасақ, онда жайлап булану қарқыны азаяды. Булану мен қайнаудың айырмашылығы, булану сұйықтың бетінде болады және кез келген температурада орын алады. Қайнау ол тұрақты температурада және сұйықтың беті мен ішкі бөлігінде де булану процесі жүреді. Енді осы булану жылуын табу үшін Q тең болады R көбейту M формуласын қолданамыз. Кей оқулықтарда L мен жазады, L көбейту M деп. Екеуі бір нәрсе. Мұндағы R меншікті булану жылуы. Оны оқулықтың артында кестеден аламыз. Булану жылуы. Өлшем бірлігі джоуль бөлінген килограмм. Немесе L, R бір нәрсе. M деген біздің массамыз. Су болсын, басқа зат болсын, масса. Булануға ұшырайтын бір заттың массасы. Енді Q деген бізде қажет жылу мөлшері. Жылу мөлшері. Ол бізде джоуль. Меншікті булану жылуы дегеніміз, ол 1 килограмм массаны толығымен буға айналдыру үшін қажет жылу мөлшері. Яғни R тең болады Q. Сонымен, зат булаған кезде қанша жылу мөлшерін алған болса, конденсациялану барысында сонша жылу мөлшерін бөліп шығарады. Бірде температура, мысалы 100 градустағы будың ішкі энергиясы, сол 100 градустағы сұйық дененің ішкі энергиясынан артық болады. Мына график қарастырайық. Мұнда бізде әртүрлі процесстер көрсетілген. AB бізде бір заттың қызуы, қыздырылды. Сосын BC ол балқыды. Сосын балқыған нәрсе сұйық зат қайтадан қыздырылды. Сосын DE-де ол қайнады, яғни буға айналды. Сосын ол буға айналғаннан кейін бұл газ болды, газ EF-те қыздырылды. Яғни өте ыстық газ пайда болды, немесе бу бізде. Келесі көк ол салқындау. Біздің буымыз салқындады, сосын конденсация болып сұйыққа айналды GF-та, GH-та. Сосын кері процесс ол бізде салқындады, сұйық затымыз. Сосын ол ИК-да қатты кристалданды. Сосын қатқан нәрсе салқын қатты затқа айналды, кайылды. Сол процесстер жазып өтейік. Яғни AB-да қыздыру. Қыздыру. Қатты зат қыздырдық. BC-да балқыды, балқу. CD-да қайтадан қыздырдық, қыздыру, сұйық зат ол. DE-де буланды, DE булану. EF қайтадан қыздыру, қыздыру. Яғни AB-да ол әзірге қатты болып тұрды, қатты зат. BC-да ол балқыды,
С да ол сұйық зат болып тұрды. Сұйық зат қыздырдық. F та ол бізде газ түрінде. Кері FG бізде салқындау. GH бізде конденсация, яғни газдың сұйыққа айналуы, конденсация. HI да қайтадан салқындау. IK бізде кристалдану, яғни қатаю. Кайы салқындау. Сонда бізде FG ол бана газ. HI да салқындаған нәрсе ол бізде газ сұйыққа айналды, сұйық болды. Сосын кристалданып, кайылды ол қатты зат болды, қатты. Көріп тұрмыз. Қыздырғанда жылуды алдық, балқу, булану деген жерде. Салқындағанда жылу шығардық, конденсация, кристалдану.